Сәлем достар, бүгін біз сіздермен to make және to do деген етістіктердің қолдану жолын қарастырайық. Жалпы біз ағылшын тілінен аударған кезде to make және to do деген ол жасалу деп аударылады. Мысалы, to make a cake, торт жасау, to make a presentation, презентация жасау, to make a fire, от жағу деген сияқты барлығы бізге жасау аударылады. Ал енді тіл үйренушілер көп қателесіп сұрап жатады, бұл екеуінің айырмашылығы не сонда деп. Енді қысқаша айтатын болсақ, make деген бұл жоқ нәрседен бар нәрсе жасау. Мысалы, сізге презентация жаса деп мұғалім тапсырма берсе, сіз презентация жасау үшін бүкіл интернетті қарап, суреттерді шығарып, суреттерді қарастырып, әрқайсысын жеке-жеке қойып, слайд жасау арқылы презентация жасайсыз. Ал егер де үй жұмысын жасау керек болатын болса, онда біз үй жұмысында to do homework дейміз. Неге? Өйткені ол сізге дайын үй жұмысы беріліп тұрады мұғалімнен, дайын үй жұмысын аласыз да, дайын үй жұмысын жасайсыз. Немесе to make dinner or to make a cake. Торт жасайсыз. Торт жасау үшін сіз не істейсіз? Дайын тортты әкеліп жасамайсыз. Яғни жоқ нәрседен барып тортқа керекті заттардың бәрін сатып алып келіп, үйден керемет әдемілеп, әрлеп, сәндеп, дәмділеп тұрып өзіңіз жақсылап пісіресіз. Яғни жоқ нәрседен керемет әдемі тортты шығардыңыз. Ал енді тағы да to do-ға бір мысал алатын болсақ, to do sports. Яғни дайын спорт түрлері дайын тұр. Сіз сол дайын спорттың ішінен кез келген өзіңізге ұнайтын бір спортты алып, сол спортты жасайсыз. Немесе to do exercises. Дайын жаттығу түрлері беріледі, сіз сол дайын нәрсені жасайсыз. Яғни дайын затты жасау to do етістігімен жасаймыз, ал кез келген өзіміздің қолдан жасап, өзіміз әрлеп, өзіміз сәндеп, өзіміз бір нәрседен ұйымдастырып, құрастырып жасайтын нәрсені to make деген етістікпен жасайды екенбіз. Осы makeқа байланысты мен сіздерге бүгін бір керемет сөз айтайын. You made my day. Яғни сіздерге біреу бір керемет бір комплимент жасаса, немесе гүл сыйлаған сәтте не дейміз? Thank you, you made my day. Яғни рахмет, сен сондай менің бүгін күнімді сәтті, сондай мәнді, сәнді қылдың деген сияқты сөз тіркесі.